Ассаламу алейкум, урметли серджилер, бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін майысының 14 базар әртісі күні. Хизбут Тахрир адлы канунсыз даванын иштиракчысы ишгал этилген Кырымда Кмесжитнын сезосында тутулган Узир Абдулаев шер хастаханасында тибиет бакынуыдан кечти. Буны UA TV телеканалына адвокаты Николай Полозов білдірді. Айны вақытта тибиет санитар бөлігінің хадимлері туғанларына оның диагнозыны білдірмеген. Эки авта евелсі сияси мобюснын вазиеті ағыр еді. Сыджығы көтерілген ве аяғы ирінлеп башлаган еді. Действительно, ему стало получше. Ақиқатын алы бирасы елешті. Чүнки она ич олмағында насылдар бір таби ярдым көстерілді. Табиет санитар бөлігінден ғалиба камераға қайтыралажақ. Дигер тарафтан бірді-бір таби малюмат кяғыты не адвокатлары, не туғанларына берілді. Русия тарафындан ишгал этилген Кырымда мусульман куранталарында шу жүмледен Узир Абдулаевның евінде тінтувлеріні Русия кувечелері 2016 сенясы октябрь айында кечерген еді. 5 Кырымдатары тутуп алынған еді. Олар дерсін Хизбут Тахрир тешкелиятына алақалары олғанында қабатланылған еді. Канунсыз тевқиф этилгенлерінің имаеджелері тақиплеріні дини мен суплік бойынша япылған тақип оларақ таный. Шымды есе Кырымлылар Акмесжитнын сезосында бұлына сынырлав тедбірі аписте бұлынув мүддетті үйінің 11-не қадар ұзаттырылды. Аграр сиясет бойынша канунлар блоку ве меркези сайлав комиссиясы азаларының тейінленмесі бұл меселелеріні юқарырады бұл авта бақмалы деп білдірді ұзлаштыру шорасында парламент рейсі Андрей Парубей. Бұның әлі о депутатларыны қабаржылыққа қаршы махкеме аққандаки канун лейхасының бақылмасыны тезлештірмеге чағырды. Уғықы сиясет меселелері бойынша комитетке майысының 16-сы Чаршынбек күніне қадар қаранер экибин тезетувны бақып чықмаға авале етті. Канун лейхасыны екенже оқувда рей беру вычын сессия залына автонun сонуна қадар бермеге планлаштыра. Депутатлар мартның бірінде президент тарафындан көрсетілген қабаржылыққа қаршы махкеме қандаки канун лейхасына қол тұтқан еді. Розгляд цього законопроекту може зайняти. Ишбу канун лейхасының бақылмасы ұзына біле, бұны онлайым. Ама бұл весекқа өзерінде 2-3 күн çalışmaға керек олса біле, оның бақылмасыны ұзатырылмаға артық аққымыз yok. Чүнки бұл тек қабырчылыққа қаршы ислятымызның икмәліне бағылы меселеді келкі, бұл Украинаның халқара орталығыны черчевесінде мечбуриетлеріміздің еріне кетірмесіне айыт меселесідір. Авропа бірлігінің шурасы ишгал етілген Кырымда канунсыз президент сайлауларының кечірілмесіне алақасы олған Русия меморларына қаршы шахси санкцияларны кенішлетті. Бұны Украина президенті Петро Порошенко Фейсбукта білдірді. Жедвелге да 5 адам қошылды. Оларға несбеттен визалы ясақ ве активлерінің блоклавы татқпиқ етілежек. Девлет башы қайдеткені кебі Алманияның Ахен шәрінде Авропа бірлігі Франкистан ве Алмания етекчелері еле кечірілген күрішівлері Қырымның азат етілмесі ақындаки меселенің Авропада әсас меселелерден бірі олғанының таздықлады. Ал азырда сынырлав тедбірлері Украина топрақ бұтынлігі ве суверенитетіне қаст етовге алақасы олған 150 адам ве 38 шirketке қаршы көрсетілген. Удус бірлешкен Девлетлер элчиханесінің ачылышына азырлана. О Дональд Трампның қарары бойынша Тель-Авивден авыштырылды. Шерде хавсызлық тедбірлері құветлештірілген. Элчихане трафындаки соқықлар саба әрте қапатылды. Ачылыш тедбірі ерлі вақытқа көре сат 16-да башланмалы. Онда 1-8 адам иштирак етежек. Америка бірлешкен Девлетлерінің президенті Дональд Трампның алғыш видео беянаты көстірілежек. Эвел, Элчиханенің Кудусқа воштырылуы қындаки қарар дүнияның онларжы етікчісі тарафындан тенқит етілген еді. Оларының фикріне көре бұл қарар Израиль-Филистин зидиетіні арттырыр. Израиль, Филистин Кудусны ойс пайтақты оларақ таный.
Менімже бұл пек güzel, чүнки бұл чуқтан япылмақ керек еді. Ама асла олмағынындан шымды япылғаны яқшыдыр. Шымдыки вақыттан бұның үшін келеші. Бұл Дональд Трампның вадалеріне еріне кетіргеніні ве доғру әрекет еткеніні көстіре. Шунын үшін біз бақлымыз. Америка ве Британияның олардың Филистин ве филистинлілерге қаршы әрекет еткенлері әр вақыт белі еді. Шымды араб мемлекетлері оларға қошылыр. Әркес азап чекенімізге бақып тұра. Элчихани авыштырылырмы, йоқмы, қадус әр вақыт Филистин пайтақты олажақ. Гавайи адасында яны янардақ чатлығы пейда олды. Умуми сайысы 18-ны тәшкіл еті. Өлчісі бір қач 100 метрге еті. Чатлақлар қызғанлава иле толы. Америка Бірлешкен Дәвлетлерінің геологик қызметі тәнбиелегені кебі янардағының фышқырған лава ве күлі 60 метрге еті білі. Акимия да бір мес күнгерде тахлияны илян етті. Майысының учунден килоуэ янардағының фышқырмасы себебінден евлеріні 10 000 адам терк етті. 40 мескен бинаны yok etті. Мектеплері ве мили бақча қапатылған. Истанбул авалиманында 2 yolcu uçağı toquştu. Әлі қолған ве яраланған адам yok. Бір ұшақта 236, дегер ұшақта 217 yolcu бар еді. Женеби Кореялы ұшақ Сеулға ұшымақ керек еді. Незарет камераларындан көрінгені кебі о Түркия ава шіркетінің ұшағы янынан кечкенде қанатынен она тыйып, құйрығындаки вертикаль стабилештіріджіні бозғандыр. Рейслі ғойтылдым деп білдірем ұшақ лиманын матбуат қызметі. Қанун құруйжылар вақаны тақиқ еті. Зим темсели сыныфының бірінші совет лимузені Горбачевның чайкасы ве ким машинасы дүниядан екенен ұсқада олған. Бин 51-ші фаэтон. Бұтын бұретра машиналар Харкевлі Дмитро Сварчевскийнің коллекциясына кіре. 30 ел девамында 100-ден зияды бойлы раритеті топланылды. Шындай сет топлайыжы ретро топлашывға азырлана. Майысының 19-ында Харкевде кечірілежек. Еске машиналарының хусусиетлері қында мұхберлеріміз икееті. Onun коллекциясы boyunca Совет автомобиль sanayisinin inkişafına öğrenmek mümkün. 30 yıl içinde Harkivli Dmitro Svarchevskiy 100'den ziyade retro maşina, mototsikl ve kar arabasını toplagan. Все началось в далеком 1900. Her şey uzaq 1987 senesi başlandı ve bugün kolleksiyamızda 117 nakliyat çeşidi var. Onun avtoparkında Zaporojye, Çayka, Zil, Zaz ve Vazlar tura. Ama onların arasında dünyada kimsede olmayan Harkiv yer 900'ü var. Строилась она силами студентов. ЗАЗ 966 машинасының темели ве жиғасларында Харкив автомобиль yolları институтының студентлері тарафындан жиылды. Амамында алышмаған бір гранд туризм кузовы бар. Шусу мераклы ве қаршылық мелземелерден yapılınған. Toplayıcının ustahanesinde retro maşinalarını sadece yanıdan kurmaylarda onlarını ancak konveriden çıkarganları gibi yapmağa tırışalar. Her bir maşina üzerinde 40 adam çalışan. Tamir işlerini en azından 3 yıl ketem. Вот вы просто смотрите на машину, она вся состоит из разных материалов. Сіз мұнда тек машинаға бақсаңыз, о чешет мелземелерден топланылған. Үстю, емшық тент. Мында жам, анда жам ве тенті бір мутехасыз теке. Мелземені дегер сайлай, пычувынен учужесі оғараша. Автомобилінің yapılған мелземелеріне тейсек, әрбір материалының артында бір яда бір қач мутехасыз тура. Сирек раскелген жемтен evvel нұсқаларını adeti Харкив автотоплашуында көрмек мүмкін olur. Mevzu Pinap üslubu. До войны, во время войны машины были там. Дженктен evvel, дженк вақтында қара, мавы түслер еді, бұндан сон қызыл, портақал түслі машиналар пейда олы башлады. Машиналарда яшлар алев ялынларыны yapmaға башлады. Иште, Pinap üslubu o вақыт машиналардыр ве затен қызлар. O вақыт қызлар дегил, земаневи, ама o вақытта олған урбаларға киінген қызлар. Retro toplaşı Харкивде майысының 19'ында keçirilecek. Toplayıcı Dmitro Svarchevskiy öz 3 Pinap maşinasını gösterecek. София Бабок, Антон Авижас, Селим Тахтаров, Харков, UATV. Урметлі серджелер, бұды қықаға бұл сонки хаберіміз әді дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағылықмен қалыңыз. Көрішкенде.